Бетімізді 3 күнде ағартамыз. Ешқандай косметологсыз үй жағдайында бетті ағарту. Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында бетімізді оп-оңай ағарту жолын көрсететін боламын. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Дәл осы масканы қолданып көрсеңіздер, беттеріңіз жалтырап, әппақ болып шыға келеді. Өздеріңіз байқамай қаласыздар. Дәл осы масканы жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін біздерге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың сары бөлігін аламыз. Енді ас содасы қажет болады, және де біздерге 2 штук аспирин қажет болады. Аспиринді кез келген аптекалардан таба аласыздар. Ал ас содасы кез келгеніміздің үйімізде бар. Енді осы 2 аспиринімізді қасықтың көмегімен жақсылап ұсақтап аламыз. Бұл масканы жуылған таза бетімізге жағамыз. Міндетті түрде беттеріміз таза болу керек. Содан соң барып қолданып жүрген кремдерімізді жағып аламыз. Міндетті түрде соңынан крем жағыңыздар. Міне аспиринімізді ұсақтап алдық. Енді ас содасын 1 шай қасық қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл жерде жұмыртқаның сарысы бетіміздегі әжімдердің кетуіне көмектеседі. Тартып, аспирин болса бетімізді ағартады, ал ас содасы бетімізге эффект береді, кәдімгідей бетімізді жасартады. Дәл осы масканы аптасына 3 рет жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жылы сумен жуып, соңынан крем жағуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.